Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Алтын доп арнасының да жанкүйерлері, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Ал енді бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз: АПЛдың үміт күткен топ командаларының бәрі шайып жатыр. Ал енді Килиан Мбаппе Реал Мадридқа мен нақты үйреністім деп хабарлама жасады. Келесі алтын допты кім алады? Соның да рейтингтары шығып қойған екен. Осы және басқа да футбол ақпараттары дәл қазір сіздердің назарларыңызда. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізді қолдап жүрген достарға алғыс айтып бастаймыз. Кеттік. Манчестер Юнайтед тағы да бір тамашаға куә қылды. Кеше жеңілді. 2-0 есебімен Вулверхэмптонға жеңіліп қалды. Вулверхэмптон бүгінгі осы маусымдағы АПЛдың аутсайдері ғой. Келесі жыл АПЛда қалама қалмай ма, ұшып кетеді ма белгісіз командалардың бірі. Өте әлсіз, нашар ойын көрсетіп жүрген команда. Бруно Фернандеш 2 сары қағаз алды. Жалпы қызыл қағазбен ойыннан қуылды. Енді Бруно Фернандеш жалпы 10 жылдықта, соңғы 10 жылдықта бірінші ойыншы екен. Бір маусымда 3 қызыл қағаз алған. Бұл осы маусымдағы Бруно Фернандештің 3-ші қызыл қағазы. Және де Бруно Фернандеш жалпы команданың ойынын жүргізіп тұрған ойыншы болғандықтан Бруно Фернандеш ойыннан кеткен кезде Манчестер Юнайтедтің ойыны жүрмейтіні белгілі. Енді Аморимға да оңай емес, Манчестер Юнайтедке де оңай емес. Аморимда қазір ән айтып жүрген шығар. Спортингта жүрген едім қымыз ішіп, Манчестерға қайдан келдім көтім қышып деп жүрген шығар. Енді өз обал өзіне керемет жүрген жерінен баттаққа батықпаға Манчестер Юнайтедке келді. Бірақ енді не дегенмен де уақыт керек. Рубен Аморимнің да статистикасы өте нашар. Алғашқы бапкер, алғашқы 7 ойында 4 жеңіліс алған бірінші бапкер болды. Антирекордтарды жасап жатыр. Бірақ бұның бәрін Аморимға тіреп тастауға болмайды. Бұл басшылықтың да қателігі, құрамның да қателігі. Қателік көп. Келесі маусымда бұдан жақсы болатын шығар деген сенім бар. Себебі Манчестер Юнайтедте енді мынадан нашар маусым болмайтын шығар. Мынадан нашар болса білмеймін енді. Бұдан жақсы болады деп ойлаймыз келесі маусымда. Манчестер Юнайтедтің кезекті жеңілісі. Манчестер Юнайтедке күлеміз ау, өзіміздің тұғырлы Тоттенхэміміздің тас талқаны шығып жатқан кезде. Кеше Ноттингем Форест өзінің алаңында Тоттенхэмді тақ еткізді. Жалпы кеше енді Тоттенхэм бірінші нөмірмен ойнады, қысты. Бірақ Ноттингем Форесттің алаңына мүлдем кіре алған жоқ. Ал Ноттингем Форест өте көп шабуылдар жасаған жоқ. Бірақ Тоттенхэмнің алаңына, Тоттенхэмнің қақпа жағына оп-оңай кіріп жатты. Бұның бәрі біздің қорғаныстың өте нашарлығын тағы да бір рет көрсетеді. Жалпы Ноттингем Форестта, Тоттенхэмда 2-2 бір жақсы мүмкіндіктер болды. Форест оны пайдаланды, Тоттенхэм пайдалана алған жоқ. Тоттенхэмда қазір тоқтамай ойнап жатқан өздеріңіз білесіздер, Сон Хин-мин, Кулисевский, Брэндон Джонсон, Саланке демалыссыз ойнап жатыр. Бұларға демалыс керек. Демалыс керек болу үшін олардың орнына шығатын адам керек. Орнына шығатын адам жоқ Тоттенхэмда. Жартылай қорғанысты мүлдем айтпай қояйын. Қорғанысын Тоттенхэмнің тіптен тілге тиек етпей қояйын. Масқара қорғанысы. Бұнда енді жалпы амбициясы жоғары, чемпиондыққа да талассақ деген ойлары бар. Топ клуб боп саналатын Тоттенхэм сияқты клубқа негізгі құрамдан бөлек қосалқы құрамда жақсы болуы керек. Бұның бәрі тек қана Постекоглуға емес, Даниэль Леви президентке де айтылатын әңгіме. Қазір Тоттенхэм жанкүйерлері осы мәселелер бойынша кішігірім көтерілістер жасап, плакаттар жасап, Даниэль Левиге кет деп, сондай бір шабуылдар жасап жатыр президентке. Ол өте дұрыс. Егерде Лондонда мен болсам, мен де бірге шығар едім. Енді Ситиға ауысайық. Манчестер Ситидің де жағдайы жақсарып келе жатыр дейміз ба, жақсармай жатыр дейміз ба, білмеймін. Бұл жақта да қазір өте нашар құрам. Стоунс жоқ, Рубен Диаш жоқ, Эдерсон қашан шығатыны белгісіз. Эвертонмен кеше тең ойын өткізді. Эвертон кейінгі кезде қайтадан жинақталып жақсы ойын көрсету үстінде әдемі ойын көрсетті. Ал енді кешегі ойынды құртқан ол Эрлинг Холланд. Холланд кірпіш қой, бір жүрген кірпіш. Айып тобын теп алмады, 11 метрлік пенальтиді соға алмады. Ол соға алмағанын былай тұрсын Пикфорд мазақтап тастады. Көзін қысып тілін шығарып Холландқа. Негізі сол мазаққа лайық болды. Артынан бір тепседе жарасар еді барып.
Енді Холланд негізгі ойынды құртып жүрген ойыншылардың бірі болып жүр қазіргі кезде. Манчестер Сити 13 ойында бір ғана жеңіс, Холланд соңғы 7 ойында бір ғана гол. Кеше 22 рет аяғы допқа тиген екен Холландтың, бір ғана тура қақпаға соққы бағыттаған, оның өзі пенальтиден. Басқа мүлдем жоқ ойыншы десек те болады ғой. Холландты жоқ деп ойлаңыздар деп қойсаң да болады. Жалпы АПЛ-дағы топ командалардың жағдайы өте нашар қазір. Килиан Мбаппенің адаптациясы аяқталды, яғни Реал Мадридқа үйренісу уақыты аяқталды, болды, үйренді, оны бізде байқап жүрміз. Килиан Мбаппе келген кезде өте үлкен сындарға ұшыраған ойыншылардың бірі, бірақта Флорентино Перес соңына дейін сенді. Және қазір сол сенімді ақтап жатыр. Неге ақтап жатыр деп ойласаңыздар, Флорентино Перес өзі жеке Килиан Мбаппемен сөйлескен екен. Басылымдардың айтуынша Флорентино Перес Мбаппемен сөйлескен, және де оған ескерткен, қиын тұстарын айтқан, өте қатты ауыр бетіне айтқан дейді біраз нәрсені. Бірақ оған сенетінін де айтқан. Және де оны болашақта Реал Мадридтің көшбасшысы ретінде көретінін де айтқан. Жалпы сығып алған, қолдап жіберген, одан кейін Килиан Мбаппе де өзінің сөзін айтқан. Флорентино Пересқа сіз маған сеніңіз, мен сіздің сеніміңізді ақтаймын деп. Және де ол қазіргі таңда ол сенімді ақтап бастады. Килиан Мбаппе қазір кейінгі ойындардың бәрінде гол салып жатыр деген сияқты. Ал енді Флорентино Перес кім көрінген ойыншымен құлдырап бара жатқан, құлап бара жатқан, ойынын жоғалтып жатқан ойыншылармен сөйлесе бермейді. Килиан Мбаппе жұлдыз болғандықтан оған бір мүмкіндік беріп жеке сөйлескен екен. Флорентино Перес жалпы жеке сөйлесетін ойыншылармен адам емес. Сондықтан жеке сөйлескені өте дұрыс болды. Килиан Мбаппені шабыттандырып жібергені көрініп тұр. Ал Килиан Мбаппе де мен алдағы ойындардың бәріне барымды саламын. Мен әлбетте әлі толық өзімді көрсеткен жоқпын. Мен сенімді ақтаймын деді. Флорентино Перестің қандай сөзі Килиан Мбаппеге әсер етті десеңіздер, Флорентино Перес Килиан Мбаппеге Реал Мадрид әлсіздікті кешірмейді деген екен. Шынымен де Реал Мадрид әлсіздікті кешірмейтінін Мбаппенің өзі де түсінген шығар. Қазір жақсы ойнап бастады. Келесі алтын допқа дейін табыстауға дейін бір жыл уақыт бар, бірақ та қазірдің өзінде сарапшылар деңгейлерді, рейтингтарды кім алатынын шығарып жатқан жайы бар. Бірінші орында Винисиус тұрған болатын, екінші орында Салах, үшінші орында Левандовски тұрған еді гол нұсқасының сараптауынша. Бірақ бұл жаңартылған нұсқа қайтадан шықты. Жаңартылған нұсқада бірінші орында алтын допқа лайықты ол Салах болып жатыр. Әлбетте Салах өте лайықты. Салах АПЛ-дағы ең үздік ойынын көрсетіп жатыр. Және де Ливерпуль барлық жерде бірінші орында келе жатыр. Оқ бойы озық келе жатыр. Екінші орынға Винисиус жайғасқан жайы бар. Үшінші орында Рафиня. Рафиня енді талай хейтерлардың аузын жауып тастады. Барсаның жанкүйерлерінің өзі Рафиняны сату керек деген жанкүйерлер болған болатын. Солардың бәрінің аузын жауып тастады. Қазір жақсы маусым өткізуде Рафиня үшінші орында. Ал Левандовски төртінші орында. Левандовски дәл соңғы ойындарындағыдай ойын көрсететін болса, бұл төртінші орынды кез келген ойыншыға беріп қоюы мүмкін. Себебі соңғы ойындарда Левандовскиді біз көре алмай жатырмыз. Бесінші орынға Джамал Мусиала және де Ламин Ямал жайғасты. Джамал Мусиала да бағаланбай жатқан ойыншылардың бірі сияқты. Мусиаланың алаңдағы ойыны, алаңды көруі, пасы, соққысы, дриблинг бәрі керемет. Джамал Мусиала да Баварияда көп қалмауы мүмкін. Оған қазір қызығып көз тігіп отырған, қанша сұрасаң сонша береміз деп отырған топ клубтар аз емес. Ал Ламин Ямал Левандовскидан жоғары тұратындай ақ жөні бар деп ойлаймыз. Ламин Ямал қазіргі әлемді аузына қаратып отырған жас жұлдыз. Жалпы қазіргі рейтинг осындай: Мухаммед Салах, Винисиус, Левандовски, Мусиала, Ламин Ямал. Осындай ойыншылар әзірге қазір таласып жатқан жайы бар. Қазіргі рейтинг осы. Алла, Мухаммед Салах, бұл рейтинг өзгергенмен Мухаммед Салах өзгермей қалуы мүмкін. Дәл осындай ойында Ливерпуль көрсете берсе, Салах алаңда осылай ойнайтын болса, онда топ Салах лайықты шынымен де әзірге. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.